Өте дәмді сметаник әзірлейтін боламыз. Бұдан кейін сіз дүкеннен сатып алмайтын боласыз. Себебі бұл сметаник чизкейкке өте қатты ұқсайды. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Өте қарапайым, тез дайындалады. Ол үшін бізге разрыхлитель қосылған еліктен өткізілген ұнымызға қантты және де осындай сары майды салып, қолымызбен араластыратын боламыз. Сары майымызды осылай ұсақ бөлшектерге бөліп аламыз, және де бұл жылы жерде тұрғаны жақсы. Қатты болса, жасау ыңғайсыз болады. Енді бұған бір жұмыртқаны саламыз да, тағы да араластырамыз. Бізде песочный тесто шығады. Міне дайын болған тестамызды 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Салафан кигізіп. Міне, енді менде 23-24 сантиметрлік таба. Осылай қолымызбен формасын жасаймыз. Бірінші астын келтіреміз, содан кейін бортиктарын осылай дұрыстап шығамыз. Енді ішіндегі салмасына 20% қаймақты аламыз. Дүкеннің қаймағы сметаны. Енді бұған 3 жұмыртқаны саламыз, және де 100 грамм қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Толық мөлшері төменде көрсетілген. Венчикпен араластыру керек, миксермен араластыруға болмайды. Көп араластырмайсыздар, тек бір қалыпты болғанша бір рет араластырып жіберсеңіздер осылай жеткілікті. Енді бұны жаңағы тестамыздың ішіне құятын боламыз. Қызып тұрған пешке 40-50 минутқа пісіріп аламыз. Тестасының жандары қызарып, ортасы сарғайған уақытта ала берсеңіздер болады. Міне осылай шығады. Енді мұны суытып 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Бірден кессеңіздер, ортасы ағып кететін болады. Өте дәмді болып шығады. Чизкейк сияқты міндетті түрде істеп көріңіздер. Қыздар, егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментар жазып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қыздар, біздің арнамызда осындай тегін мастер-класс бар. Бұл тек оқырмандарға ашылады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып, төмен түсіп көріңіз.